Әдеп әліппесі. Ұйқы Алла тағаланың өз құлдарына берген нығметтерінің бірі. Ұйқыны адам өмірінің бір бөлшегі деуге болады. 70 жасаған кісінің шамамен 20 жылы ұйқымен өтеді екен. Нәбә сүресінде сендердің ұйқыларыңды демалыс етіп қойдық деп түсіндіріледі. Бұл бағдарламамызда біз ұйықтау әдебі жайында аз кем сөз қозғамақпыз. Исламдағы ұйықтау әдебі. Бірінші Алла Тағала сансыз шүкір, рахмет, алғыстар болсын. Алла Тағала біздерге егеменді елімізді бергеніне, тыныштық заманымызды бергеніне, қазір уақытта Аллаға шүкір, кешке таман аман-есен ұйықтап, таңертең аман-есен есен сау тұрып жатырмыз да. Бұл ұйқы Алла Тағаланың берген үлкен нығметтерінің біреуі. Қазір уақытта мынау бір кісілер қал жағдайларын сұраған кезде ұйқың дұрыс па деп сұрайды екен да. Анығында да ұйқысы дұрыс болатын болса, басқа нәрсе де дұрыс болады дейді. Ұйқы қашатын болса, яғни адам баласын бір жері сау емес, немесе бір жағдайлар дұрыс емес жағдайда адам баласын денсаулығы болмаса да ұйқы қашады, жағдайы дұрыс болмаса да уайым болатын болса да, сол уақытта да адам баласы уайлап сол нәрсені ұйқыда қашып кетеді. Сол үшін бұл ұйқы Алла Тағаланың берген бір үлкен нығметтерінің біреуі. Ұйқымыз дұрыс болатын болса, сол үшін Алла Тағалаға шүкірлік етуіміз керек. Жастыққа бас қоюдан бастап, таңда оянғанға дейінгі аралықта мұсылман адам орындайтын біршама әдептер бар. Ұйқыға қатысты сол әдептерге ерекше мән бергеніміз жөн. Ғалымдар бұл тақырыпты ұйықтар алдындағы әзірлік, ұйқыға кету барысы және оянған кездегі әдептер деп бөлген. Ендеше осы мәселелерді жеке-жеке талқылап өтсек. Есіктерді жауып, отты өшіру. Ұйқы бұл Алла Субханала Тағаланың бізге берген үлкен нәғметі. Сол нәғметті біз дұрыс пайдалануымыз керек. Ол дұрыс пайдалану жолын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шерифтерінде көрсетті, айтты. Қалай ұйықтау керек, әдептерін, тәртіптерін, өзінің отбасын, мал мүлкін, дүние мүлкін қорғау үшін, сол қорғау шараларын Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ойлап, түнде жататын кезде есіктеріңді жауып, құлыптап жатыңдар деді. От жанып тұрған болса, шам жанып тұрған болса, сөндіріп, өшіріп, ұйықтаңдар деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистері бар. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Жатар алдында сыртқы есіктерді жауып, от пен шамды өшіруге бұйырған. Хадис мәтіндерінде, егер ұйықтайтын болсаңдар, шамдарды өшіріп, есіктерді жауып жатыңдар деп айтылады. Оның бәрі біздің қауіпсіздігіміз үшін өзінің үмметіне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өте қатты мейірім шапағатының бұл белгілері. Ибн Омар разиаллаху анху айтады, жатар алдында отты сөндіріп, сосын жатыңдар дейді. Жабир бин Абдулла разиаллаху анхудан риуаят келеді, есіктеріңді қымтап жауып, шамдарыңды өшіріңдер. Отты өшіріңдер деген бұйрыққа келер болсақ, әртүрлі жағдайларымен оттың жалыны өршіп, үйде өрт шығар болса, жайбыраққа ұйқыда жатқан кісі оны сезбеуі мүмкін. Ал от пен шамның түнде жанып тұруы қатер төндірмесе, оны өшірмей қалдырудың еш оқасы жоқ. Кезінде сахабалардың заманында көптеген оқиғалар болған. Тышқан шамды түртіп кетіп, отқа жанып, өрт болған себептер болған. Сол шамды өшірмеген себепті. Сол сияқты адам өзі ұйықтар алдында дайындалып, мұқият барлық нәрсені қарап, нұқсан келмейтіндей қылып, өзінің сосын жату керек. Шариғатымыз сақтық шарасы ретінде ұйықтар алдында сыртқы есікті бір қадағалап қоюды бұйырады. Бұл арқылы отбасымызды, мал мүлкімізді жаман ниетті адамдардың қиянатынан және лағнеті шайтанның айласынан сақтаймыз. Есіктеріңді жабатын кезде Алланың есімін айтыңдар. Сонда есікті шайтан ашпайды деп айтылады хадистерде. Бұл ұйқы өлімнің кішенесі дейді. Анығында да адам баласы ұйықтап жатқан кезде онымен не болатыны белгісіз. Және ұйықтап жатқан кезде ол не істеп жатқанын өзі де білмейді. Сол үшін егерде біз ұйықтар алдында дұғамызбен оқып, Алланы ұлықтап барып ұйықтайтын болсақ, сол түнде Алла Тағаланың әмірі келіп жанымыз алынатын болса, иншалла өз-өзімізге
кәлимамызға тіл келтіріп иманымызды айтқан құлдарынан боламыз да. Ұйықтар алдында дәрет алу. Ұйқыға жатар алдында дәрет алу міндетті іс болмағанымен, ғалымдар оны мұстахаб, яғни Алла сүйетін амалдардың қатарына жатқызған. Пайғамбардың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын сахабаларының бірі төсегіңе жатар алдында намазға дәрет алғандай етіп дәрет ал деп бұйырғаны белгілі. Дәретпен жату бұл абзал болып есептеледі. Біріншіден тазалық болатын болса, екіншіден абзал нәрсе болып есептеледі. Онан ұйықтар алдында дәретімізді алып, 2 рақат нафил намазымызды оқып, таң намазының уақыты кіргенге дейін бұл тахажуд уақыты болып есептеледі. Бұл уақыттың қай уақытында болмасын намаз оқитын болсақ, бұл тахажуд, яғни түнгі намаз болып есептеледі. Жалпы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам соңғы намаз, құфтан намазынан кейін отырмауға, жаңағындай сахабалармен әңгімелеспеуге, олардың сұрақтарын қабылдамайды екен де. Өйткені құфтан намазынан кейін барып, тезірек барып, жатып, тынығып, түн ортасында тұрып, Алла Тағала ғибадат құлшылыққа өте бір қолайлы уақыттар болып есептеледі. Жатарда дәрет алу ең әуелі ұйқының тыныш болуын қамтамасыз етеді. Дәрет алып таза күйде жастыққа бас қойған кісі көп жағдайда жаман түстер көрмейді. Тахажуд намазына ниет етіп жату керек. Ләж болса, түнде құфтан намазынан кейін құфтан оқи салысымен төсекке жату керек. Өйткені ерте ұйықтаған адам ерте тұра алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үнемі ерте тұрып тахажуд намазын оқитын. Сосын тахажуд оқып болған соң таң намазынан кейін таң намазына дейін кішкене демалу болатын. Таң намазынан кейін ұйықтау ол макрух. Ғалымдар қысқы түндерді жақсы көреді екен де. Неге дейтін болса, бұл уақыт адам баласын біріншіден ұйқысызда қанады, екіншіден түнде тұрып алып ғибадат құлшылық жасауға, Алла Тағаланы ұлықтауға, марапаттауға көптеген уақыттар беріледі. Ал енді бұл түнгі намаз пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға міндет етілген, парыз болған намаз болып есептеледі. Ал енді артынан келген үмметтері біздерге бұл сүннат болып есептеледі. Бұл жақсы намаз, жақсы амал әрекет, жақсы нәрсе болып есептеледі. Жалпы адам баласы ұйықтар алдында біріншіден дәретін алып, жақсылап, одан кейін нафил намазын оқып, одан кейін барып жататын болса, нұрдың үстіне нұр болады. Бұл енді қыс маусымы, әш-шита ғаниматул муъмин. Қыс момынның ғаниметі дейді. Қыстың күндерін жазға салыстырғанда, жаздың күні ұзақ болады да, түні қысқа болады. Қыс мезгілі ол керісінше. Түні ұзақ болып, күндізі қысқа болады. Сондықтан адам 7-8 сағат демалса да, ол ұйқысы қанып, тахажуд намазына ешқандай кедергісіз тұра алады. Тахажуд намазына ниет етіп, ибадатқа, құлшылыққа, Құран оқып үйреніп, хадис жаттап, хадистердің фиқ мәселелерді үйреніп, ибадат жайында, құлшылық жайында көптеген ілім алып, ілімдермен айналысып, құлшылықпен айналысатын көп уақыттарды сол біз қыс мезгілінде пайдалана аламыз. Қысты уақытты дұрыс пайдалануымыз керек. Төсектің үстін қағу. Төсекке жатпас бұрын оның үстін бір қағып жіберу ұйықтар алдында жасалатын амал әрекеттердің бірінен саналады. Бұхари мен Муслимнің сахих жинақтарында келген деректе, егер қайсы бірің төсегіне жатуды қаласа, оны бір сілкіп жіберсін. Өйткені ол оның үстінде не бар екенін білмейді деп айтқан. Анығында да пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бұны 14 ғасыр бұрын айтатын болса, ғалымдарымыз бұны жаңа ғана дәлелдеп жатыр. Анығында адам баласы ұйықтаған кезде адам баласының денесінен өлі клеткалар түсіп, жаңағыдай жататын төсенішімізге қазіргі уақытта айтқанда біздің простынямызға, покрывалымызға жабысып қалады екен. Және ол нәрсені біз қанша жусақ та ол кетпейді екен. Тек қана сіліккен уақытта ғана ол түсіп қалады екен. Қарасақ, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөздері қандай ғажап, қандай керемет. Жалпы пайғамбарымыздың қандай бір сөзін, айтылған сөзін орындайтын болсақ, ол арқылы адам баласына өзіне тек қана жақсылық, нығмет, игілік қана әкеледі. Сол секілді бұл да бір пайғамбарымыздың айтқан нәрсесі. Сол үшін ұйықтар алдында жаңа төсенімізді сілкіп жіберіп, бірнеше сілкіп, одан кейін барып жататын болсақ,
өзімізді небір пәлекеттерден, небір жаманшылықтардан сақтап қалады екенбіз. Дәл солай, түннің бір уағында төсегінен тұрып, біраздан соң қайта жатуға ниет еткен кісі, оның үстін тағы қайталап қаққаны жөн. Тіпті пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, жатарда төсегінің үстін жіті тексеріп, зиянды жәндіктердің болмауын ерекше қадағалайтын. Оң жақ қырымен жату. Жастыққа алғаш бас қоярда, оң қырымен әрі оң қолды жастанып жату сүннет амалынан саналады. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, оң жақ қырымен жатып, бетін алақанына қоятыны жайлы деректер бізге көп деп келген. Зарет алып, сосын оң аяқпен жатты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып кетті. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі жататын кезде мүбәрәк қолын жастанып жататын болған. Сол жағына жастанып жататын болса, жүрегін қысып қалады екен де. А жүректі қысып қалу бұл адам баласын ұйықтаған кезде дұрыс тыныс алмауына, жүрегі дұрыс соқпауына үлкен бір септігі әсер бар екен де. Оң жақ қырымен жатқан адамның жүрегі түн ішінде еркін жұмыс істейтіні белгілі. Әрі бұл жағдайда адамның еркін тыныс алып тынығуына, сергек оянуына септігін тигізетінін қазіргі медицина мойындап отыр. Жастығын, төсек орнын бәрін қағып, жақсылап дұғаларды оқып жату керек. Аллахумма бисмик амуту ахия деген дұға бар. Ұйқыдан оянған соң Алхамдулиллахи ахияна ба'дама аматана ва илайхи нушур деген дұғаны оқимыз. Бұл да хадисте де келеді. Және де ұйқыдан ояна салысымен Аллахумма ғфирли деген дұғаны оқитын болсақ, Алла Тағала біздің дұғамыз қабыл етеді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ұйықтар алдында Әс-Сәждә сүресі, Мүлк сүресін оқымайынша жатпайтын болған. Yani Ихлас сүресін, Муаввазатайн, Фалақ, Нас сүрелерін оқып, екі қолына дем салып, қолы жеткен жерге дейін денесін сүртіп, Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам жататын болған, демалатын болған. Құран аяттарын оқу. Алғашқы мұсылмандар ұйқыға жатар алдында әрдайым Құран оқып, Алланы зікір ететін. Бұл да адамды түн ортасында жаман түс көруден және шайтанның кесірінен сақтайды. Құраннан аятыл күрси, Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін оқып жату шарғи мәтіндерде көрсетілген. Кім деген Фатиха сүресін және де Ихлас сүресін оқып, өзі дем салатын болса, таң атқанға дейін өлімнен басқа еш нәрсе жоламайды. Алла Тағаланың хифазатында, Алланың қорғанында болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям хадис шерифтерінде келеді. Ихлас сүресін 3 рет оқыңдар, Фалақ сүресін 3 рет оқыңдар, Нас сүресін 3 рет оқыңдар. Субханаллах, Алхамдулилля, Аллаху акбарды 33 реттен айтыңдар деп, қолдарыңға үрлеп, айтқанда үшкіріп, одан кейін бүкіл денеміз сипап шығатын болсақ, нұрдың үстінен нұр болады. Бұнымен қатар бұл амалды, және кішкентай сәбилеріміз бар, оларды жатқызған кезде жаңағы сүрелерді оқып, ташбиғымызды тартып, қолымызға үрлеп, баланың киімінен сыртынан сипап шығатын болсақ, бала ол түнді шошымайды, жақсы ұйықтап, тынық ұйықтап шығады. Ертерек жататын болсақ, сосын сағат 3-4-терде тұрып, түнгі тахаджуд намаздарын орындап, Құранды қасиетті оқып, тіләуат ететін болсақ, бір пара кем дегенде оқып, басқа да іліммен айналысып оқып, фиқ ілімдерін, хадис ілімдерін оқып, осы ілімге көп көңіл бөлетін болсақ, қыс мезгілінде өте керемет ғанимет. Біздер үшін ол көп пайда алып келеді. Іліммен шұғылдануымыз керек. Көп ұйқы ол да адамға зиян. Мұнымен қоса кейбір дұғалар мен зікірлерді айтып жату да дәлелді іс әрекеттерден саналады. Хафса анамыздың айтуынша, пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ұйықтар алдында кейбір дұғаларды 3 мәрте қайталайтын болған. Сонымен ұйқыға байланысты әдептерді төмендегі жолдармен қорытсақ болады. Ұйықтар алдында сыртқы есікті жауып жату. Жанып тұрған оттың жалынын өшіріп, қауіпсіз ұйқыны қамтамасыз ету. Ұйықтар алдында дәрет алу, абзал амалдардан. Төсектің үстінде зиянды жәндіктердің болмауын қадағалау. Оң жақ қырымен ұйқыға кетуді дағдыға айналдыру.
ұйықтар алдында Құран аяттарын және кейбір дұғаларды айтып жату.